Вообще қатты Бүгінгі подкастты біз көп ойландық, қандай тақырып таңдаймыз деп. Бизнес туралы айттық. Айтатын тема тақырып көп негізі. Өйткені біз ақылдымыз ғой. Мынаны ойладық. Жалпы тоқтайтын тақырыбымыз ол қоғамдағы өзекті мәселелер. Соның арасында бала тәрбиесі, ажырасу мәселесі, бытовое насилие дейді. Осы тақырыптар туралы сөйлесейік. Өйткені біз орталықпен, ата-аналармен жұмыс жасағанда осы тақырыптармен кездесе жатармыз. Баланың тәрбиесі өте актуалды. Енді соған бизнесмен болса да, қандай үлкен адам болса да, филантроп болса да, олигарх болса да, бірақ Елдос мырза да кезінде бала болған, кезінде жасөспірім болған, жасөспірім психологиясын, мне кажется, өте жақсы біледі, және өзі қазір әке. Сондықтан осы тақырыпта сөз қозғасақ. Сөйтіп жем кетесіңдер, бұл тақырып күрделі тақырып, вообще ұнамайды маған негізі. Ұнамайды? Өйткені көбісі логически қатты содан кейін ұнамайды адамдар. Сезіммен көп жұмыс жасамайды. Ұрсамыз ба? Енді қазіргі өзекті тақырып, мне кажется, ажырасу тақырыбы, бірақ ол ажырасудың бірнеше факторлары бар. Оның енді әйел тарапынан кінәлайтын, біз еркекті кінәлаймыз. Виноваты оба. И жена, и теща. Еркекті кінәлаймыз, тещаны кінәлаймыз. Енені кінәлап жатамыз, кей кезде ата-анамызды кінәлап жатамыз, бірақ өз-өзіне кінә болмайды. Енді осы жақта сөйлестік. Сөйтіп айтасыз ғой, бірақ та ажырасуға айлан келгенде бізде қоғамда қалыптасқан нәрсе бар ғой даже. Қазіргі біздің актуальный талқыланып жатқан өлімі, министрдің әйелінің өлімі, сол кезде мысалы жалпы алады да бүкіл нәрсені әйелге итере салады. Неге? Біз әйелдің жүгін соғышыма қайта осыншама ауырлатамыз да, ер адамды бұлай көтереміз. Көтеру керек еркекті. Әрқашан көтеріп жүру керек. Ал онда сонда әйелдерін өлтіре берсін ба, не соғышыма? Өліп қапты бір случайға бола не болып енді. Ол неге бір случай? Неге? Ол бір случайға не ол? Менде түрмеде цех болды. И женский колония бар да. Женский колонияда отырған әйелдердің неше проценті еркектерін өлтірді деп ойлайсыздар. И мужской колонияда отырған. Ол не үшін өлтірді, вот себебін сұрау керек қой. Бытовой қызғаныш. Получается, еркек адам бір рет өлтіріп еді, соны көре қалды барлығы, соны жаңалықтарға шығара қалды. Әйел адам өлтірмесін деп жатқан жоқпын. Өлтірсін деп жатқан жоқпын целом. Но дегенмен де именно бір случайға бола дараңдай бір шоу қылып тура сол тақырыпты шығарып жатыр. Бірақ случай ма? Әйел адам сонда еркекті өлтірмей ма? Еркек өлтіреді, тек қана қорғаныс мақсатында өлтіреді. Өлтіре ме, өлтірмей ма? Өлтіреді, бірақ өзін қорғау үшін, баласын қорғау үшін өлтіреді да? Может, еркек те өзін қорғаған шығар. Қайда білеміз? Ондай жағдайда, ондайға келіспейді. Ер адам мен әйел адам күші ешқашан тең болмайды. Ал оның бәрі айлан келген тек қана тәрбиеге байланысты айланады. Мен ИДН істеген кезде сол сияқты бір күннің ішінде ең жоғары проценттер көп осы мәселе ғой. Шығылдап әйел айтады, кетеді, бірақ бәрібір күйеуі өлтіре ме сонда? Өлімдер көп. Біз білгеніміз біреу ғана ол. ИДН істеген кезде, например, әйел адам еркекті өлтірген случайлар болды ма? Бар. Оны не қылып сонда резонансты қылып шығармадыңыздар? Ақпарат көздері оны айтуға болмайды. Неге еркектікін айтуға болады, неге әйелдікін айтуға болмайды? Ол жерде әйелдік емес қой. Мына мәселе қазір біздің айтып отырмыз. Өйткені ол министр болды. Он просто министр болды. Ал егер дворник болатын болса ше? Айтылмайды. В целом тогда бұл теманы обсуждать етуге де не стоит. Ал ажырасуға келетін мәселелер. Енді ажырасудың тақырыбы енді бір бөлек. Ол бір үлкен күрделі тақырыптардың бірі негізі. Ең ужасный нәрсе. Ең ужасный нәрсе ажырасуға апармау керек, бірақ неге бізде қоғамда ажырасуға апарма деп анандай из последних сил әйел адам апармау үшін соны Неге қайта әйел адам мықты бола береді осы? Неге еркек адам бүйтіп до последнего апармас үшін?
Қалай ойлайсыздар? Вот Эдуэндас деген әйел. Үйден менде адвокат достарым бар. Содан кейін сұраймын. Қандай случайда ажырасулар болады? Қалай ойлайсыздар? Инициатива еркектен бола ма, әлде әйелден бола ма? Әйелден болады это всегда. Әйелден болады. Әйелден болады. До последнего сонда әйел не істеп жүр ана жерде? Шыдап жүреді. Отбасына. Шыдамай жүрсінші, жай, нормально жүрсін. Әйелдер шыдамай жүрсін деп айтайықшы. Шыдамаңдар бұндай нәрсеге. Нормально жүрсінші. Шыдауға болмайды. Үйде отыру керек, бизнеспен айналыса бермей. Үйде отырсын, ошаққа қарасын, күйеуін күтсін, мәпелесін, аяласын да. Ер адам Женский сондай нәрсе жасасын. Еркек күні түні жұмыс жасап жүреді. Ішіп жүреді. Ал егер ішіп жүреді, игроман, наркоман, диванда жататын. Әйелі жаман оның әйелі жаман. Әйелі де бар. Бағана сіз айттыңыз ғой, бизнес жасауды. Вот вопрос. Үйленгенге дейін еркекке түк қажет емес. Түк қажет емес еркекке в целом, да? Потом үйленеді, оның семьясына айфон қажет болады. Ол айфон кімге қажет болады? Соответственно, әйелге. Айфон бар ма сізде? Бар. Ал сізде ше? Бар. Қызық жағдай, иә? Данияр мырза. Қызық жағдай, иә? В целом, потом оларға киім керек болады, қымбат киім. Қалай ойлайсыздар? Еркекте көп пе или әйелде көп пе? Сіздердің семьяларыңызда сізде көп пе киім? Сізде ше? Менде көп. Ну, давайте мойындайық, шындықты, иә? Теперь қараңыздар. Потом бала шаға пайда болады тағы да. И еркек адам өзіне киімді жиі ала ма, или әйел адам өзіне киімді жиі ала ма? Әйел адам жиі алады. Бірақ оның Сонда негізінен еркекке изначально ештеңе керегі жоқ. Мұқтаждық жоқ. Ол кез келген жерде ұйықтай алады. Ол воин в целом. Ол кез келген тамақты жей алады. Ал жәнегі нәрселердің барлығы әйелге ғана қажет болады. Содан кейін, наверное, ол ішіп кетеді. Иә, содан кейін ол игроман болып кетеді. Сондай нәрселер пайда болады в целом. қалай күшті барып алып кетті, иә, өзін айландырып алды. Елес мырза Ашты ақиқат. кезіндегі А вот вопрос, неге балғарағай мына жерде тұр? Неге балғарағай тұр мына жерде вообще? Бұл балғарағайды менің жолдасым өзі өз қолымен Катонқарағайда Өсірген ба? жоқ, жинап алған. Еркек өсірген. Еркек алып келген. Жинап алған еркек. Мен шақсын деп. Тем более. Жоқ, жалпы енді ол күлкі де күлкі. Бір жағынан қарасақ, негізі әйел адамға қоғамнан анандай не дейді ғой? Қолдау. Ожидание көп. Міне, әйел адам бүйту керек, әйел адам сөйту керек, әйел адам сөйту, ана бәрі әйел адам. Егер әйел адамнан ондай болмаса, әйел адам үйде ғана отыратын болса, үйдің ғана шаруасына айналатын. Кім сіздерден бірдеме ожидать етіп жатыр? Ожидать етеді. Кім? Өйткені мектепте кім жасайды жұмысты? Мұғалім. Мұғалім жасайды, мұғалім. Әйел ма? Не істеп жүрсіздер ол әйел жерде? адам. Не істеп жүрсіздер? Сіздерге не зарплата өтеді? Мектепте айтып жатсыз ба? Бухгалтерлердің бәрі кім? Әйел адам. Пол жуатын адамдар кім? Әйел адам. Самый выдающийся әйел адамдарды айтыңыздаршы, добившийся успеха. Илон Масктың Анасы. Виктория Бекхэм. Футбол ойнамай, Виктория Бекхэм. Соның арқасында футболды ойнады деп айтсын, иә? Олсыз-ақ ойнап жүруші еді, нормально ше. Елдос мырза, қараңыз. Негізі шынымен де солай Вот вопрос, мына балды неге қалдыңыздар, например? Бұл жерде феминизмді кәдімгідей сезіп отырмын да. Елдос мырза, Сіздердің тарапынан ба? жоқ, сіздің тарапыңыздан. Жона ненавистник деген сөз бар. Мен әйелім жақсы көрем. Менің кішкентай ғана қызым бар. Олар үйде отыр. Өте жақсы. Бірақ сіздің әйеліңіз жұмыс жасайды ғой. Ну, үйде отырып жұмыс жасайды. Енді біз де жұмыс жасап отырмыз. Басқа елдерде Жасамаңыздаршы, жасамаңыздаршы. Мешет жасамаңыздаршы вообще. Біз жатамыз, ердер тек қана ана немек кәсіпорындарда жатады, сонда кім жасайтын болды? В общем, бизнес сонда. жоқ, енді ол әйел жұмыс жасайды. Әйел адам үйде отыратын болса, еркек адам ақша табады. Ол всегда солай болған. Бұл жерде әйел адам... Ақшаның көлемі. Әйел адам, конечно, ана, бір қолмен әлемді тербетеді, бір қолмен бесікті тербетеді. Бірақ сол бесікті жасап беретін еркекте тербетуге ыңғайлы жағдай жасап беретін. Үйде отырып тербетсін де, әйел адам далада тербетіп жүрмейді ғой?
жоқ, ол түсінікті, біз қазір постфактумды айтып отырмыз. Ал неге онда вообще ажырасудың темасына қалай осы жаққа кетіп қалдық, айтыңыздаршы. қараңыздар, ажырасу болсын, осы тема болсын, онда оның ол уже после ғой, последствия болып тұр ғой. Ал до этого онда воспитание туралы сөйлестік. Сол әйел адамдар неге жұмыс жасайды? Неге ол ер адамдар үйде диванда жатады? Кешке таман шаршағаннан кейін диванда жасады да күні бойы жұмыс жасады. Неме көре алмайсыңдар ма? көре алмаймыз. Тәрбие туралы бала сөйлестік. тәрбиесін, бала тәрбиесіне ер адам Араласу қажет па? Иә, қажет. Болды, неге бітті ма сұрақ? Араласпайды. Неге араласпайды онда? Ол қалай араласу керек сонда? Жалпы Ережесі бар ма? Соны көрсетіңіздерші. Қалай араласу қажет сонда? Кешке жақын баласымен сөйлесу, әңгімелесу, әкемен өткізетін уақыттар. әсіресе ер балалармен. Ондай жоқ қой. Бар. Қайда? Аз. Бар. Аз. Қайда аз? Жоқпын басы. Потому что еркек жұмыс жасап жүреді. Ну, суббота, воскресенье жарайды, демалатын. Суббота, воскресенье ойнайды. Ойнай ма, ойнамай ма? Аз. Қайда аз? Қайда аз? Аз деп ойлаймын, өйткені Деп ойлап қойыңызшы только. өзім педагог болғаннан кейін балалармен жұмыс жасаймын. Балалардың көбінде мужское внимание дейді, жетіспейді. Мужское внимание үйде бар шығар. Әкесі бар болуы мүмкін, өгей әкесі болуы мүмкін, атасы болуы мүмкін. Бірақ олармен арасында қарым-қатынас болмағандықтан бала өзін жалғыздық сезінеді. Немесе ананың влияниесі көп болады. Одан кейін бізде нелер пайда болады? Бизнесқа Әйелдер пайда бола ма? әйелдер пайда болады да, ер адамдар бизнесқа бармайды, рисктан қорқады, Конечно. қорқыныш болады, страх болады, дух Конечно, жетпейді деген әлгі. конечно, әйелдер отырып дрессировать ететін болса, конечно, дәл солай болады. Бұл кемел кім? әйел. Неге ер адам? Неге екенін түсіндірмеймін ба? Неге екенін түсіндіріп берейін? Ер адам да Тыңдайық өтеді бір-бірімізді. Ал, давайте. Кемел әйелдің тәрбиесі қандай болу керек? Ер азаматын ұлықтау керек. Дұрыс. Ал ақымақ әйел не істейді? Біз үйде отырмыз деп айтады. Одан кейін еркектің рөлі қоғамда түседі. Қоғамда түскеннен кейін оның жәнегі баланың тәрбие беріп атқан ана бұл жердегі қателік осы жерде. Бұл үйдің отағасына дәрежені төмен деңгейде береді. Ал одан кейін ол бала еркек болғысы келе ме, әлде әйел болғысы келеді ме? Осы арада кім допускать етті? Тәрбие беріп жатқан басым бөлігін әйел. Ол тәрбиеге қатысты. Ер адам допускать еткен жоқ бұл осы жерде. Қарым-қатынаста. Қарым-қатынаста жұмыстың артында жүріп, тек қана ақша деп ойлап кетіп, ана құндылыққа мән бермеген. Қай? зейін, внимание. Әйел адаммен Қарым-қатынас, сөйлесу, әйел адаммен общение. Тағы қандай переводтардан айтасыз? Шын ғой енді, шын ғой. Жоқ, вообще смысл көріп тұрған жоқпын, вообще мүлде. Неге? Жалпы мынандай мен Құндылықта, иә. жоқ, мынандай ұғымда кездестірген. Даже ажырасу мәселесінде неге ажырасулар көп болады? Өйткені ер адам мен әйел адам отырып бірге шай ішіп сөйлеспейді дейді. Давайте, неге ажырасу болады? Мен сол сұраққа жауап берейін де. Да. Екі адам бір-бірін түсінбейді. Сол үшін ғана. Вот. Неге не түсінбейді түсінбейді? олар? Өйткені сөйлеспейді. Вот. А неге сөйлеспейді олар? Не үшін сөйлеспейді? Ондай навык неге оларда жоқ? Сөйлесу деген навык. Неге жоқ? Неге жоқ? Мәселен шешуші, Сол сұрақ. Неге жоқ? Неге жоқ? Қорқыныш бар ма? Енді ол жақсы көріп алды ғой кезінде. Енді семья болған кезде жүр екеуміз осындай мәселе туып тұр. Отырайық та Конкуренция сөйлесейік. бола ма? Сонда сіздер айтып жатсыздар ма, соның бәріне кінәлі еркек деп жатсыздар? Жоқ, еркек қана емес. Менің тарапымда Еркек қана емес, иә? еркек емес, бұл жерде қоғамның жалпы институт семьи дейді ғой, отбасыға, тәрбие. Конечно, әйел адамдар институт семьи жайлы вещать етеді. Одан кейін, конечно, патриархат емес, матриархат. Қалай бұрамыз онда? Ер адамды айтпай, ер адам ол туралы айтып. Ер адам сыйлаңыздар. Болды. Ер адам сыйлаңыздар. Түбегейлі жағдай өзгереді. Ал енді жақсы, ер адамды сыйлады деп айттық. Келесі сөз, осыдан Сыйласаңыздар, үйге келген кезде балалар ата-анасы әкесін қалай күтіп отырады? Как попало болатын болса, тогда сіздер кінәлісіздер. 100%. Дұрыс емес пе? Қолдап қойсаңыздаршы мені. Қараңыздар. Жоқ. Егер әйел адамды сыйлата берсек, әйел адам ер адамды өте қатты сыйлап, өз-өзін ұмытып кететін жағдайлар болады. Сонымен бұл жерде дін мәселесі бар да. Давайте дін мәселесін қозғағым келіп тұр. Қозғағым келіп тұр. Мен қозғаймын. Мен сөзімді айтсаң, содан Вот, не надо, вот. Ер
адам басқарады деңіз. Ер адам басқару керек. Жақсы. Мен айттым ғой. Сөз сізде. Ер адам жұмаққа түсу үшін бәрін қанағаттандыру керек. Семьясын, баласын, әйелін, анасын, Аллахты, басшысын. Әйел адам бір адамның разылығын алу керек. Күйеуің ғана. Не деген кемел ана. Ал сіз қалай ойлайсыз? Мен де солай ойлаймын. Да, егер де сол нәрсе болатын болса, бұл проблема түбегейлі өзінің шешімін табады. Мен сізбен 100% келісемін, Елдес мырза. Бірақ сол ер адамның деңгейі оны сыйлататындай деңгей болмай қалып жатады ғой кей кезде. Неге Әйел адам сыйлай, құрметтей шаршайды. Шаршамасыншы. Одан кейін Шаршамай жүрсінші. ол ажырасуға жақындай бастайды. Одан кейін ажырасуға шешім Қазір қабылдайды. енді екінің бірі ажырасқан, басқа семьяда өскен Егер балалар ер көп қой. адам осознанный болып, соның бәрін түсініп отырса, сіз сияқты дін жағынан ба, мүмкін өзінің бір философиялық ұғымдары, білімі жоғары болғандықтан түсініп отырса, онда әйел адам да соны істейді. Ал бірақ ол төмен болғандықтан әйел адам Неге сіздер айтпайсыздар, әйел адам бірінші осыны өзі бастасын да? Оларға бастау үшін қалай көмектесеміз айтыңызшы? Көмектеспей ақ қойыңыздар, просто осылай айтайықшы. әйел адам Ерінің разылығын алу керек. Болды. Формула проста. Ер адамның разылығын алдық дейік, ал қоғамның разылығын, родственниктердің разылығын, Маңызды емес. ене, Маңызды емес. ата-ена. Алланың разылығы и ер азаматтың разылығы. Этого достаточно. Әйел адам жұмаққа түседі. Жұмаққа түсесіздер. Әумин. Алла қалсын. Сіздер күйеулеріңіз разы ғой сіздердің. Разы. Енді қараңыздар, Деген жеңістер үміттеміз. айтып отырсыз ғой. Қоғам жаңағы қазіргі біздің осы айналып келіп жаңағы ажырасу мәселесін тоқытымыз ғой. Біз енді бірінші орында деген сияқты мәселелер көп қой. Қазір ажырасу туралы мәселені қозғасаң бірінші топқа шығып кетеді да. Қозғамақ. Сол кездегі қазір көбінесе ата текті бойынша. Давайте қазақтар туралы сөйлесейікші. Вот соған айналып сұрап келе жатыр да. Тегіне айналып келген кезде қазақпын ба, қазақ емеспін ба, басқа ұлтпын ба деген бір сомнение көп. Бізде қазір жастар көп қой. Метистердің. Иә. Қазаққа Метистер олар қазақ деп есептеу керек қой негізі егер. Мен есептей алмаймын. Егер әкесі орыс болса, қазақ болса. Қарапайым түрде жеті атасын білмеген Жетесіз. жетесі деп айтамыз ғой. Соған әлем келдік қой. О, қазақтар туралы айтыңызшы. Қалай дожили до этого? Не қылған сұрақ? Не болып кетті? Не айтайын? Жеті атасын білмеген жетесіз қазақтар туралы айтыңызшы. Енді оған қазақ кінәлі ма? Бір бала кінәлі ма? Әлде оның ата-анасы кінәлі ма? Қоғам кінәлі. Қоғам кінәлі деп айтатыным, мені 98 жылы қазақ мектебінде оқып жүрген баланы қазақ мектебін орыс мектебі ауыстырып жіберді. Бұл жерде билік кінәлі болды, бұл жерде қоғам кінәлі болды. Мен қазақша біліп тұрып, орысша спасибо деген сөзді білмей тұғым. Катондықпын мен. Бірақ бір жылдың ішінде орыс тілін игеруге тура келді. Мәжбүр болдым. Ашығын айтқанда мәжбүр болдым. Психологиялық травма болды менде. Қарапайым түрде міне сіздің фамилияңызды алаш, Елдос. И әрине мен ары қарай 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 11-ші классқа дейін қазақтың поэмаларын, жырларын, қазақтың авторларын оқыған жоқпын. Мен Пушкинмен өстім, мен Достоевскиймен өстім. Орысша ойлап өстіңіз, таза. Орысша ойлап өстім, иә. Және фамилияңызда Айбеков. Оф деген қазақ. Оф деген ағылшынша өшіру деген мағынаны білдіреді. Сол үшін офты өшіргім келіп сондай ат қойды. Қарапайым түрде. Бұл менің кітабым сыртында жазылған нәрсе. Бұл Халал казино деген кітап. Если что, меломан желісінде пока жоқ. Бірақ Каспийда бар алсаңыздар болады. Неге Халал казино? Негізі айтпақшы сұрайын. Қалай жақсы осылай тақырыптан тақырыпқа. Кстати, бұл аттың аталуы бекерден емес. Мен түрмеде отырған кезде деген жерде еще алып қаласыңдар былайынан. Потом кетеді. Өзімнің тігін цехым болды. Получается, менің қол астымда осужденный университеті особый колония болды.
ең аз срок 10 жыл болды. То есть Женская колония? мужская колония. Еркектер болды. Енді айтайын деп жатқан нәрсе, сол азаматтарға не повезло да. Бірақ жасаған қылмыстары біз жасап жүрген күнделікті әрекеттерге өте қатты ұқсас. Олардың тағдыры солай болған себепті. Да, действительно. Сәтсіздік олардың тарапында болмады, сәттілік біздің тарапта болды. Сол үшін біз осы жерде отырмыз. И айтайын деген аллегория бұл жердегі, олардың өмірі казиноға қатты ұқсайды. Жалпы біздің де өмір казиноға ұқсайды. Ойын казино. И давайте, егер де бір адамы казиноға келетін болса, ставка қояды $1000. Ойын жүріп жататын болса, ставканы көтереді. $2000, $3000, $5000. И бір кезде азарттың құмарына кірген адам ва-банк $100,000 дейді. Но, соответственно, нәтиже Алладан 100%, Бірақ бұл нәрсе ұтып алса да харам болады. Ұтылса да харам в целом, да, ақша жоқ болады. И теперь бизнес қоралайық. Бизнес әлемінде не бар? Біз бір точка ашамыз $1000-ға. Бизнес жүріп жататын болса, дәл сондай ставка жасаймыз. Бірақ нәтиже болатын болмайтын білмейміз. $2000, $3000 айтамыз. Теперь біз завод салатын болдық дейміз де, или цех. Ва-банк $100,000 дейміз. Нәтиже также Алладан. Бұған біз ешқандай жауап бере алмаймыз. Бірақ бұл нәрсе халал, хотя казиноға ұқсайтын болса да. Сол үшін атын халал казино деп қойған болатын. Мне кажется, күшті. Ішінде Біздің де қатысымыз бар деген жер маған өте қатты ұнады. Бұл кітаптың ішінде мына отырған екі ару да бар, әрине. Бұл ханшайымдардың бұл кітапқа енгізген үлестері де бар, персонаж ретінде. Енді бірақ аты-аттарын айтпадым. Бірақ дегенмен де оқуға кеңес беремін. Көрдім, атымыз жоқ екен. Серік пен Данияр Аслан аттарың бар. Аттар бар ма? Еркектерді қолдауды ұмытпаймыз. Ер азаматтар, шежіре қай древамен жазылады? Ер азаматтың, Сол туралы айтыңызшы, ал жеті ата туралы. Жеті ата туралы не айтайын? Қазақтарды білмейміз ғой қазір. Давайте қазақ мәселесі. Қазір бәрі Палестина туралы айтып жатыр да? Палестина қажет пе бізге, қажет емес пе? Қажеттілігі особо білмеймін. Жоқ сияқты. Неге біз сол жақтағы адамдар үшін переживать етеміз? Адам болған. Адам. Сіздер переживать етесіздер ме? Палестина деп емес, Палестина просто балалар қырылып жатқан, соған переживать. Неге біз Қытайда қандастар үшін переживать етпейміз, айтыңдаршы? Неге Палестина үшін? Неге сол туралы айтпаймыз? Айтылмайды. Неге айтайық та қазір? Қазір айтайық. Айтуға болмайды ғой. Қазір айтайық. Қаншама адамдар. Мен бір выставкада болған кезде, өзімнің жаңа бизнесмен, мен военный униформа, обмундирование тігетін, именно жаңа түрмеде. И Атакентта выставкада сөйлесіп жатсам, бір кісілер сатып жатыр. Айтам, бағаларың өте арзан екен десем, бағаларымыз арзан дейді. Қазақсыңдар ма десем, қазақпыз дейді. Қытайдан келген көрініп тұр. Айтам, мынаны кім тігіп жатыр? Біздің қазақтар тігіп жатыр ма? Түрмеде отырған десем, дейді. Санында көп шығар. Да? Үлкен түрме. Неге біз өзіміздің қазақтарды сол кезде поддерживать етпейміз? Палестинаны поддерживать етеміз, ал қазақтарды неге поддерживать етпейміз? Қаншама адам сол Қытайда қырылып жатыр. Енді аналогия келтірсек, допустим, қазақ орысша тілді қазақша сөйлей бастаса, біз оған поддержка бермейміз. Бір орыс қазақша сөйлей бастаса, бүкіл жерге алып ғой. Телевизияға журналист қылып аламыз. Менталитте ма, или психологияда ма? Тарихта ма? Не знаю, бұл жерде патриотизм деңгейі өте нашар. Рухани деңгейде деп айтады. Қытайдан қорқу ма? Білмеймін, Қытайдан қорқатын ештеңе жоқ деп ойлаймын. Қазір соғыс басталмайды, мысалы. Құдай сақтасын. Соғыс бола қоймайды. Россия, конечно, исключение. Это маразм деп ойлаймын в целом. Но біз өзіміздің қандастарымыз қолдауымыз керек. Вот жаңа қандастар қолдау дедіңіз ғой. Мен мысалы Самар жақта оқып жүрген кезде қалаға ауысқанның ең бір себебі, маған сол қазақ мектепте жүрген мұғалім орысша мен сөйлемейтін. Орысша маған ұнамайтын. Сол былай, орысша қарым-қатынаста, сол орыс тілінде, сол маған айтады да, сен орыс тілді білмесең, нан тауып жей алмайтынсың деп айтатын да мұғалім. Бір айтты, екі айтты, үшіншісінде тұрамды айтам, орыс тілің маған вообще қажет емес деймін. Мен мынаны оқымайын, мына мектепте де оқымаймын дедім. Осы сөз үшін деймін да. Сол жылы аламда Бітібаеваның Өскеменге интернатына ауысам.
ойлашы, содан бастап мен қазақ тілі ағылшын тілін оқымаған адам. орыс тілінде. Қазақ тілі маңызды ма сонда? Жоқ, кешіріңіз, орыс тілін ағылшын тілін оқымағанмын. Келдім мектепке келген кезде бізде орыс тілден сол жерде беретін мұғалімге таза осы мәселені айттым да, маған орыс тілге басқа дегенге ешқандай махаббатым жоқ. Бұл жерде Әлия ханым қараңыз, қазақ тілін, орыс тілін неге оқымадыңыз? Бұл ұлтшылдықтан шығып тұрған дүние болып тұр ғой, иә? Қазақ тілі ешкімге қажет емес. Жоқ, ұлтшылдықтан шығып отырған нәрсе болып тұр ғой. Маған намысыма Ал бірақ орыс тілін білмегеніңіз, сіз орысқа жамандық жасадыңыз ба? Қоғамға жамандық жасадыңыз ба? Әлде өзіңізге жамандық жасадыңыз ба? Айналып келген кезде қазіргі түсінігім бойынша ол тек қана өзіме ғана зиян екен де бұл тұрғыдан. Бірақ та өзіміздің қазақтардың ортасында осындай түсінік қаншама адамды бүлдірді. Иә. Қаншама адамды бүлдірді. Осыны қолдағым келіп отыр. Қазақ тілі мүлдем ешкімге қажет емес. Осылай айтады. Қазақтан басқа. Деп сөйлемді аяқтатпай қойдың ғой вообще. Рилсқа қалдырайын деген ғой просто. Қайтадан айт, осы жерді қайтады, иә. Қазақ тілі қажет емес. Мүлдем қажет емес қазақ тілі. Қазақтан басқа адамдарға. Тек қана қазақтарға қажет. Мен көп саяхаттаймын. Осы күнге дейін 20 шақты мемлекетті аралап қайттым. Сонымен Америка, Африка, Европа. Қалай ойлайсыздар? Адамдар қазақ тілі сөйлесе ма? Жоқ, әрине. Қазақ тілінің мәртебесі бүкіл әлем бойынша 1%-қа жете ма? Жетпейтін де шығар. Может 0,5? 0,0001 мүмкін. 0,1-ге де жетпейтін салам. Бұл тіл өліп бара жатқан тілдердің қатарына жатады. Я, мүмкін біз 20 миллионға жеттік және біздің халқымыздың саны алғашқы 60-та, 100-те болуы мүмкін. Дегенмен де. Осындай түсініктен ары қарай құрып бара жатырмыз ғой? Айтайын дегенім. Ең алғашқы қажет тіл ағылшын тілі. Бүкіл әлем қазақ тілі емес ағылшын тілінде сөйлеседі. Мен өзімнің ұстазыммен сөйлескен болатым, ағылшын тілінен беретін. Сол кезде айтады, самый распространенный язык в мире это неправильный английский. Әртүрлі диалекте әртүрлі. Бірақ дегенмен де осы халықаралық тіл. Екінші тіл ол орыс тілі. Орыс тілін білу керек. Ол қажетті тіл. ТМД елдеріне кіретін болсақ, бұл қажетті тіл. Да, конечно, осы соғыс үшін біреулер бойкот жасап жатыр. Бірақ орыс тілі ешқайда кеткен жоқ. Біз Google-ға кіретін болсақ та ақпаратты сонымен іздейміз, Яндексқа кіретін ақпараттар, тіпті библиотекаларға кіретін болсақ, орыс тілі іздейміз. Мына менің жазған кітабым әрине қазақ тілінде. Бірақ мына жазу қай тілде? Орыс тілінде. Бұл білімнің тілі деп қарастыру керек те. Бұны орыстың тілі деп емес. Сол кезде жалпы көзқарас өзгеретін болса, қабылдау да өзгереді. Мен болдым деп кетіп қалдым. Осымен уақытта өтті ғой, иә? Мынада бар ғой, мен бір нәрсеге ғана қарсы болғанмын. Білмеймін, енді жаңағы айтқандарыңыз дұрыс шығар. Мынандай нәрсе бар да, мен мысалы бала оқуына байланысты, мысалы өзімде кішкентай балаларым бар ғой, баланы жастайынан бастап қазақша, орысша, ағылшынша араластырып оқуға мен қарсымын. Жоқ дегенде 5-ші классқа дейін қазақ тілін білу керек. Менің пікірім. Одан кейін қазақ екенін түсініп, қазақ тілдің жаңағы құндылықтарын түсінгеннен кейін оқи берсін, ағылшынша оқысын, жапонша оқысын, орысша оқысын, білмеймін бәрі. Тілдік диалект ол әрқашан эволюцияға қатысы бар. Біздің бұрынғы көне тіліміз бен қазіргі тіліміздің эволюциясы бар. Қазақ тілі өзгере береді. Ол 5-ші классқа дейін оқи ма, 40-ші классқа дейін оқи ма, без разницы. Жоқ, разница емес. Тәрбиенің негізгі құндылығы баланың қалыптасып, өзінің қазақ екенін, қазақи құндылықтарды қазақша ойлап, қазақ деп рухты пайда болады. Давайте мен мынандай бір мысал келтірейінші. Бұл мәселе тіл мәселесі. Ылғи конфликтқа келеді. Иә? Бұл мәселе тіл мәселесі. Ылғи да конфликтқа келеді. Бәрі-бірімен қырылып жүреді. Қырылдың қажеті жоқ. Америка құрама штаттарында қалай істейді? Штатта қай тіл басым, сол тілді ұлттық тіл қола салады. Мемлекеттік тілді. Қай дін басым, сол дінді. Қай ұлт басым, сол ұлт сол жерде болады. Сонда получается, ұлттық тіл жоқ болатын болса Америка құрама штаттарында. Ұлтараздық қатынаста проблема бола ма? Жоқ. Болмайды. Дін жоқ болатын болса, дін мәселесі бойынша проблема болмайды. Біздегі ылғи да проблема
мына саяси сауатсыз адамдарды көтеру үшін тіл мәселесін сәл ақ қозғасаң, бұны қаруға айналдыруға болады. Бұл қаруды алып тастау керек. Болды. Сонымен жалпы не айтармыз онда? Не істейміз? Қазақ тілін, қазақ ділін, қазақилығымызды, жалпы қоғамды, тәрбиені, тектілігімізді. Адам болайық. Дәстүрден асып кетпейікші, басқа нәрсе емес. Еркектер жасасын! Ер адам болса да, әйел адам. Болды, бітті. Болды, еркектер туралы болды. Болды, бітті. Рахмет. Рахмет. Келгеніңізге рахмет. Болғаныңызға рахмет. Әлі ханым, бір-бірімізге рахмет. Айтпа. Вы молодцы, девочки. Девочки жақсы кетті жерде. Орындарыңды біліңіздер деген сөз ғой. Мәдениетті түрде. Рахмет айтыңыз. Bana beni